Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Песчаные акулы фильмін қысқаша баян етіп беретін боламын. Қаладан келген екі полицей жағалауда жатқан, денесі құмға көмулі тек басы ғана шығып тұрған адамның мәйітін тауып алады. Ал оның бетіндегі жаралар болса акуланың тістерінің ізі ұқсап көрінеді. Бұл көрініс полицейлердің басын қатырып қояды. Кейінірек Джимми есімді жігіт өзінің постнер әкесіне келіп, жағалауда фестиваль өткізгісі келетінін әкесіне айтады, және де әкесіне оған көмектесуін сұрайды. Ал әкесі болса оған қуана келіседі. Тынық мұхитының институтына жедел қоңырау келіп түседі. Қоңырау шалған Бренда дейтін полиция қыз болатын. Осыдан біраз жыл бұрын акулалармен күресу одағының бір мүшесі жоғалып кеткенін айтады. Және де сол адам жоғалған жағалауда екі қыз бен жігіт күнге қыздырылып отқан болатын. Жігіт басында тұрған шәпкені лақтырып еді, қыз жер жыртқандай жоқ болып кетіпті. Және жігітті жер астынан белгісіз күш тартып алып кетеді. Кейін мұхиттың жағасында жүрген полицейлер бір қызды құмның астынан акула шығып жеп қойғанын анық көздерімен көреді. Және полицейлер тұрғындарды жинап, ол жағалауға ендігәрі жоламауға және де құмның астында құбыжық барын ескертеді. Ол құбыжық адамдарға шабуыл жасап жатқандықтан ол жағалауды жауып тастау керек екенін айтады. Бұл түні балық аулап жүрген балықшылар осы акуланың жеміне айналады. Кейін өткенде фестиваль ұйымдастырмақшы болған жігіттер ол алып акуланы қолға түсіреді. Кейін ол жігіт ақыры адам жеп жүрген акула қолға түсті. Енді фестиваль ұйымдастыра берсек болады деп оларға айтады. Кейін зерттеушілер оны зерттегеннен кейін бұл ол адам жеп жүрген акула болмай шығады. Бұл басқа өліп қалған акуланың жемтігі болып шығады. Кейін бүкіл аралда электр жарығы өшіп қалады. Шериф бұл мәселені Джим және оның жұмысшыларының тірлігі деп ойлайды. Бұл уақытта Сэнди есімді қыз жағажайдан үлгі жинап жүрген болатын. Содан қайдан пайда болғаны белгісіз акуланың артқы қанаты пайда болады құмнан. Адамдар бұны көргенде шок болып қашып кетеді. Осы уақытта фестиваль ұйымдастырмақшы болған жігіттердің барлығы қарап тұрған болатын. Ал қыздың артындағы акула тап бір суда жүзіп жүргенде оның артынан еш қиналмай жүзіп келе жатқан болатын. Бұл кезде Джим есімді жігіт оның әкесіне бұл жерде аман тұрғанымызда табанымызды жалтыратайық деген кезде шал ашуланып кетіп құмға барып жерде тепкілеп бұл біздің жер деп айғайлайды. Бірақ акула үстінен келіп оны аузына бір салып тісін шұқып кекіреді дағылы құмға кіріп ғайып болып кетеді. Олар құмда акуланың жүзбе қанаттары қайта пайда бола бастағанын көреді. Полиция мен шериф оған ата бастайды. Бұл уақытта құмның үстінде бір жігіт тұрған болатын. Ол жігіт оны өзімен бірге жарылғыш алып жүрген болатын. Акула оны жұта берген кезде жарылғыш жарылып кетіп, ол жігіт акуламен бірге қаза табады. Ақыры акула өлді. Барлығы фестиваль болуға дайындалып жатқан болатын. Және де фестиваль өлген адамдардың құрметіне ұйымдастырылмақшы болатын. Ақыры зерттеушілер зерттегеннен кейін қыз оған айтады: жағалаудағы акула әлі өліп біткен жоқ. Бұл оның әлі баласы деп айтады. Сонда баласы мынандай болса, алып анасы қандай болады екен? Шериф дереу арада Джимға фестивальді керінге шегеруді айтады. Ал Джим болса қырсығып оның сөзіне қарсы келеді. Ол екінші акуланың барына дәлел болмағандықтан ол сенбей фестивальді керінге шегеруден бас тартады. Және де фестиваль болатынын айтады. Және де шериф полицейлерге ол жерге міндетті түрде бақылап көзден таса жібермей бақылап жүретін болады. Джим қызымен тұрған кезде оның қызын акула кеп жеп қояды. Оның қызынан тек оның басы ғана қалады. Жақындаған Эрен мен Уилл ол құбыжықты өз көздерімен де көрген болатын. Содан олар Джимге фестивальді кейінге шегеруді айтады. Бірақ ол енді тым кеш деп айтады. Қыз жігіттің аузын жауу үшін басынан бір соғады. Сүйреп бара жатқанда астынан акула пайда болып жігітті жеп қояды. Және қыз фургонға тығылып қалады. Бұл уақытта жағалауда қара жорға басталып кеткен болады. Және де бірден құм астынан 3-4 акула пайда болып топалаңдарды тырқыратып қуа жөнеледі. Адамдар дүрбелең салып қашып жатқан болатын. Және де Джим шерифті ертіп бара жатқанда шерифтің аяғын акула жұлып алады. Жігіт шерифті құмнан алып асфальттың үстіне әкеледі. Қыз асфальттың үстінде дем үзіледі.
Бұл уақытта зерттеуші қыз бен шериф тастың үстіне шығып алған болатын. Оларда акулалар қоршап алған болатын. Шериф Джимге адамдарды бұл жерден алысқа алып кетуін талап етеді. Сол уақытта Джим мұхиттан көпірге секіріп, көпірді жарып өтіп, адамдарды шайнап өткен алып акуланы көреді. Джимге қаруы бар Ангус деген шал көмекке келеді. Шал екеуі Джон мен Синдиге келіп өзінің жоспарымен бөліседі. Шал акулаларды алдап бір жерге жиып алып қақпан құру керегін айтады. Олар машинамен колонка алып келген болатын, және де ол колонка арқылы құмға вибрация беру үшін, және олар колонкада музыка қойып шарықтау деңгейіне дейін қатайтады. Және де олар бір күркеге жиналып, акулалар колонкаға қалай жақындап жатқан сырттан бақылап тұрған болады. Колонка кенеттен істемей қалады. Джим ортаға секіріп түсіп, қараса колонканың тоғы үзіліп қалыпты. Және де ол өзін құрбан етіп, ол жерге вибрация жасап жатқан болатын. Бұл істі сәтті болып акулалардың барлығы жиылған кезде олар сырттан от шашып жібереді. Және де шалдың жоспары жүзеге асады. Шал болса барлығы қуанып кетеді. Бірақ қуаныштары көпке созылмайды. Жардан акула жарып шығып, шалды жұтып қояды. Және ол акула Синдиге де шабуыл жасайды. Бірақ Синди от шашар мен баллонды оның аузына салып үлгереді, және де жарылады. Осылайша акуланың шаруасы бітеді. Осылайша да фильмде аяқталады. Егер де сіздерге менің баяндамам ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытып қоймаңыздар. Және де менің каналымда өте қызықты кинолар бар. Қарап, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Қазфильмс. Келесі жүздескенше.